Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Дүйсеноваға. Бүгінгі қолданыстағы заңнамаға сәйкес, ауыл мұғалімдерінің жалақысы мен тарифті ставкалары қалалық мұғалімдердің ставкаларымен салыстырғанда 25%-ға көтерілді. Аталған заңның арқасында ауыл мұғалімінің жағдайы түзелді. Тіпті ауылдағы ұстаздардың ауылдан көшкісі жоқ. Бұл ауылдағы оқушыларға қала мектептермен тең дәрежеде білім беру үшін қабылданған дұрыс шешім болатын. Бірақ өкінішке орай осы заңда назардан қалған бір мәселе бар. Ол тұрғылықты халық саны орташа ауылдан аз болса да, мәртебесі қала немесе кент статусына ие болған елді мекен мұғалімдерінің жағдайы. Барлық критерий жағынан ауылдық елді мекендерге жататын кенттер мен шағын қалалардағы мұғалімдер заңда бекітілген 25%-ық қосымша төлем ауылдық коэффициентке қол жеткізе алмай отыр. Яғни, олар тұратын елді мекеннің әкімшілік мәртебесі қағаз жүзінде қала немесе кент болғанмен, іс жүзінде ол қала да кентте емес кәдімгідей ауыл. Мысалы, Ұлытау облысы Қаражал қаласы мен Жәйрем кентті алсақ. Қаражалда 8.000 адам, ал Жәйремде 9.000 халық тұрады. Осы елді мекендерден 20 шақырым жердегі Жеңіс ауылының мұғалімдері ауылдық коэффициентті алады. Ал облыс орталығы Жезқазғаннан 220 шақырым, Қарағандыдан 500 шақырым қашықтықта орналасқан Жәйрем мен Қаражалдың мұғалімдері аталған үстемақылардан, тиісті әлеуметтік көмектен, қалалық емханаларға қарау секілді тағы да басқа мүмкіндіктерден айырылған. Сол себепті де, мәселен, Жәйрем кентінің мұғалімдері көршілес ауылдарға жұмыс ауыстырады екен. Осыған байланысты ауыл партиясы еліміздегі 10.000 астам адамға жетпейтін кенттер мен ауылдық маңызы бар шағын қалалар бойынша мәселені мұқият зерттеді. Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша елімізде халық саны 10.000 адамға жетпейтін 36 елді мекен бар. Кенттер мен шағын қалалар есепке алынған. Осы жерде 70-тен астам жалпы білім беретін мемлекеттік мектеп бар. Өңірлердегі осындай кенттер мен қалалардың мұғалімдерін қолдау қажет деп есептеймін. Яғни, шалғайдағы мектептердің барлық берілген белгілері бар, ауылдық белгілері бар. Концепцияға толықтай сәйкес келетін елді мекен мұғалімдеріне ауылдық коэффициент қолжетімді болуы тиіс. Сол себепті, құрметті Тамара Босымбекқызы, әкімшілік мәртебесі қала не кент болғанына қарамастан, кәдімгі ауыл тірлігін кешіп отырған шалғайдағы елді мекен мұғалімдері үшін ауылдық коэффициентті енгізуді сұраймын. Құрметпен ауыл фракциясының депутаттары.